Қызылордалық блогер 7 миллион теңгені шашып жіберді. Қала аумағында көлікте отырып ақшасын шашқан блогер аталған соманың оңай жолмен келгендігін айтып, материалды құндылыққа деген көзқарасын білдірді. Қала аумағында шашылған ақшаны терген халықтан сұхбат алған тілшіміз Ислам Нұрмағамбетов. Жігіттер, мен сендерге айтайын, бұл қағаз ана того не стоит? Жұмыстан шығып келе жатыр ек, бір қара жігіт өтті, ақша шашып бара жатыр екен. Міне бұйырғанын алып қалдық бізде. Осы жерде жұмыста тұрғанбыз. Яқтан іштен шықтым да, яқтан зат алуға келатырмын. Ақша шашып бара жатыр екен. Жұптарды алып жатыр екен, мен де алып алдым. Жер жастан ақша бар ма? Статистикалық мәліметке сүйенсек, бұндай қомақты соманы жинау үшін төменгі мөлшердегі жалақы алатын Қазақстан азаматы 167 ай ішпей жемей жұмыс жасау керек. Ал дәл осы соманы лотереядан немесе букмекер кеңсесінен ұтып алу мүмкіндігі 0,3%, яғни мүмкін емес десек те болады. Ал Фортебанкте дәл осы соманы 5 минутта 19,99% бен 6 айдан 60 айға бөліп төлей алатын несиенің мақұлдану мүмкіндігі 99%. Ислам Нұрмағамбетов, Ғани Абдиев, ПТК арнасы.